Қазақмыс компаниясы мыс өндірісі бойынша әлемде үздік 10-дық құрамында. Өткен жексенбіде металлургтер қауымы өздерінің кәсіби мерекелерін атап өтті. Мәртебелі мамандық иелерінің жылдық жұмысы қорытындыланып, алда атқарылар міндеттер межеленді. Жезқазған мен Балқашта сан алуан мерекелік шаралар ұйымдастырылды. 85 жылға жуық тарихы бар Балқаш мыс қорыту зауытында 20 мыңнан астам адам еңбек етеді. Түсті металлургияның қазанын қайнатып жүрген азаматтардың қажырлы еңбек еленді. Мамандығына деген адалдықтың арқасында алып кәсіпорында тұрақтылық пен ертеңгі күнге деген сенім қалыптастырған ардагерлер мен еңбек озаттары құрметке бөленді. 10-ға жуық металлург еңбек даңқы төсбелгісімен марапатталды. Перед нами стоят. Біздің алдымызда үлкен міндеттер тұр. Әлемдік нарықтағы орнымызды сақтап қалуымыз керек. Әрине, нарық болған соң онда үлкен бәсекелестік болады. Баға да күннен күнге өсіп келеді. Сондықтан мысты қайта өңдеудің өзге де заманауи әдістеріне көшуіміз маңызды. Біздің өндіріс өсіп-өніп, жаңадан технологияларды енгізулеріне тілектеспіз. Қазақмыс еліміз бойынша бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бағдарламасын алғаш қолданысқа енгізген компания. Мұнда тер төгіп жүрген азаматтарға арналған түрлі әлеуметтік жобалар бар. Еңбек ақыны өсіру және жәрдемақыға үстеме қосу жоспарлы түрде жүзеге асып тұрады. Металлургтерге жақсы табыс, қуаныш, жақсыға келсін мереке. Мереке өте жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Балалар, осы қаланың тұрғындары бәрі де осы мерекені көптен күтеді. Жезқазған және Балқаш қалаларында металлургтердің мерекесі биыл бір аптаға ұласты. Орталық алаңда күн сайын көңілді шаралар ұйымдастырылып, елге танымал әзілкештер мен цирк әртістері өнер көрсетті. Ал металлургтер арасында қазақ күресінен Қазақмыс смелтинг барысы анықталды. Әрдайым жастарды қолдайтын компания сенбінің кешінде өткен гала-концертке де отандық эстраданың жас таланттарын шақырды. Мерекелік шаралар әсем от шашумен түйінделді. Елдос Какенов, Нұрбол Үздікбаев, Хабар.